Баршаңызға сәлем достар. Біз бүгін үй жағдайында өте дәмді макарон дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен етімізді жақсылап жуып тураймыз. Менде бұл жерде жылқы еті. Сіздер кез келген етті қолдансаңыздар болады. Тауық еті болсын, сиыр еті, қой еті болсын. Жақсылап осылай төрт бұрышты етіп турап аламыз. Одан соң қазанға немесе сковородкамызға сұйық майымызды құямыз аздап. Одан соң майымыз қызғаннан кейін бағана туралған етімізді үстіне салып жақсылап қуырамыз. Осылай бірінші кішкене араластырып жібереміз де етіміз қуырыла береді. Біз етіміз қуырылғанша жуып тазаланған пиязымызды тураймыз. Мен бұл жерде көкөністердің барлығын сыртын ашып жуып тазалап алғанмын. Бірақ осылай қуырып тураған ұнайды. Егер сіздер үлгермеймін деп жатсаңыздар, барлығын алдын ала турап алсаңыздар болады. Міне етімізді бір араластырып жібереміз де үстіне бағана туралған пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырып, пиязымыз жұмсарғанша 2-3 минуттай қуырамыз. Одан соң үстіне бір шай қасық тұз саламыз. Менде бұл жерде етім тұздалған. Сондықтан мен бір шай қасық қостым. Сіздер 1,5 шай қасық қоссаңыздар болады. Одан соң осылай қысқа жабылған салаттан 2 ас қасық қостым. Егер ондай болмаса, қызанақ пастасынан 1 ас қасық қоссаңыздар болады. Жақсылап барлығын араластырып қуырамыз. Міне осылай араластырып қоямыз да, ол қуырылғанша біз жарты дана сәбізімізді турап аламыз. Егер сіздерге сәбіз ұнамайтын болса, қоспасаңыздар болады, міндетті емес. Және бұл жерде өз қалауыңызша турай бересіздер. Мен осылай жіңішке, яғни соломка етіп турап алдым. Бір араластырып аламыз да үстіне бағана туралған сәбізімізді саламыз. Бұны да 1-2 араластырып алып, ол қуырылғанша біз 2 дана картопымызды турап аламыз. Бұл жерде көкөністерді тек осынша ғана қосу керек деген міндетті емес, өз қалауыңызша қоса бересіздер. Немесе өзіңіз ұнататын басқа да көкөністерді қоссаңыздар да болады. Міне картопымды турап алдым. Енді үстіне картопты саламыз. Бұны да картопты да қызартып 2-3 минуттай жақсылап қуырамыз. Міне жақсылап қуырып алдым. Енді үстіне осы көкөністер батып тұратындай етіп су құямыз. Қатты көп құюдың қажеті жоқ. Көкөністер батып тұрғанша құйсаңыздар жетеді. Бетін жауып, отты қайнағанша күтеміз. Отты азайтпаңыздар. Осы жерде өздеріңіз ұнататын кез келген дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде кориандр, базилик дәмдеуіштерін қостым. Бір араластырып жібердім де бетін жауып қайнағанын күттім. Міне қайнады. Енді оттың астын азайтып, осылай бір араластырып жібереміз де етіміз піскенше бетін жауып, бір 20-25 минут баяу отта ұстайсыздар. Бұл жерде енді сіздер қандай ет салғандарыңызға байланысты. Ет салмасаңыздар, бір 5-10 минут ұстасаңыздар жетеді. Осы жерде сіздер тұздың мөлшерін біліп алсаңыздар болады. Егер жеткіліксіз болса, осы жерде қосып алыңыздар. Енді үстіне 300 грамдай макаронымызды саламыз. Және осылай жақсылап бірінші араластырып аласыздар. Одан соң үстіне міндетті түрде қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Құйып болғаннан кейін осылай тағы да араластырамыз. Көп құйып жібермеңіздер, өйткені біздің макарондарымыз пісіп, ортасының барлығы жабылып қалатын болады. Осылай мен кішкене суы аз сияқты болып көрінді. Үстіне осылай тағы да кішкене құйып жібердім қайнап тұрған ыстық судан. Қарасаңыздар, міне осындай кішкене астында жүру керек. Содан соң жақсылап бетін тегістеп, бетін жауып, баяу отта 15 минуттай пісіреміз. Арасында қақпағын ашып, 2 рет араластырсаңыздар өте дұрыс болады. Өйткені біздің макарондарымыз осылай шашылып пісетін болады. Егер араластырмасаңыздар, беті сәл шикі, асты
жаңа жұмсарып сондай болып қалады. Сол үшін осылай арасында 1-2 араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Міне біздің макаронымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеоларда кездескенше.